жетекші кім екен? Бүгін сыныпта мен жетекшімін. Бүгін сыныпта бір бар. Бүгін сәрсенбі. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Жақсы. Ал Саша, бүгін сенің көңіл күйің қандай? Жақсы ма? Толық жауап беріңіз, иә? Менің көңіл күйім жақсы деп. Отыра ғой. Бүгінгі сабақта барлықтарына жақсы көңіл күй сыйлаймын. Көңілдері бәрі жақсы болсын. Сабағымыз сәтті өтсін. Сабағымызды бастайық. Қазір балалар мен шамалы видео қосамын. Тақтаға тыңдап аударайық. Тақтаға назар аударыңдар. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай? Кім айтады? Қалай ойлайсыңдар? Вероника. Қалай? Сән бір тақырып. Сән әлемі. Тақырып ойлайды. Бұл тақырып қандай? Ақыркек. Мен ойлаймын, сән туралы. Сән туралы. Жақсы. Дұрыс айтасыңдар. Біздің бүгінгі тақырып сән әлемі. Дәптердеріңді ашыңдар. Бүгінгі күнді жазыңдар. Желтоқсанның 11-і сәрсенбі. Оқулықтарында 137-ші бетті ашып, бүгінгі тақырыпты жазамыз. Сән әлемі. Жазылған. Енді бүгінгі сабақтың мақсатымен танысайық. Балалар, тақтаға назар аударыңдар. Бүгінгі сабақтың мақсаты тірек сөздер сөйлеушінің дауысы бағымен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау. Естіктің шақтары осы шақ, өткен шақ, келер шақ, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану естіктің шақтары. Енді балалар келесі сұрақ сендерге. Жалпы сендер киімнің қандай стильдерін білесіңдер? Қазір дәптерге ойланып маған жаза қойыңдар. Бұл жеке жұмысы. Әркім өз бетінше жұмыс істейді. Киімнің қандай стиль түрлерін білесіңдер жалпы өздерің. Ойланып көріңдер. Дәптерге жазамыз. Қандай стиль түрлерін білесіңдер? Жақсы, уақыт алла. Бұл жеке жұмыс, әркім өз бетінше жауап береді. Стильдің қандай түрлері бар? Кім дайын? Ақерке қалай ойлайсыз сен? Классикалық стилі, ұлттық стилі, спорттық стилі, романтик. Жақсы. Мен сендерді осындай киізге арқылы бағалап отырамын. Әр тапсырмасын. Жақсы? Жақсы. Ақерке. Қалай бұл киіз үйінді келесі? Вероника, сен қалай ойлайсың? Классикалық стилі, спорттық стилі, ұлттық стилі, романтикалық стилі. Жақсы. Кім айтады? Айта ғой, Нұрсұлтан. Мен классикалық стиль, спорттық стиль. Спорттық екі стиль жаздың, иә? Жарайды. Саша бар ма? Мен спорт стиль, классикалық стиль, ұлттық стиль.
Лера? Классикалық стиль, ұлттық классикалық стиль. Ұлттық стиль десең, И спорттық стиль. спорттық стиль. Жақсы. Өздерің айтқандай, тақтаған аударымда киімнің қандай стильдері бар екен? Қараңыз, классикалық өздерің айтқандай, спорттық, романтикалық стиль, фольклор, немесе оны ұлттық стиль деп айтамыз, иә? Жақсы. Келесі, оқулықтарда жаңа сөздер бар. Біздің бүгінгі жаңа тақырыпта. 137-ші бетті ашыңдар ғой. Жаңа сөздермен танысайық. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздері. Белдемше, қалпақ, топтамалар, көрсетілімі. Осы біздің бүгінгі сабақтың жаңа сөздері. Келесі тапсырма балалар. Енді жұпта жұмыс істейсіңдер. Қазір осындай карточка тапсырамын. Яғни бұл жаңа сөздермен жұмыс. Қандай жұмыс? Ол деңгейлік жұмыс. Бірінші жаңа сөздерді жазасыңдар. Бірінші деңгей сөздің аудармасын табасыңдар. Екінші деңгей ол сөздермен сөз тіркесін құрастырамыз. Одан кейін сөйлем. Жұпта жұмыс істейміз. Лера бүгін жауабы, сондықтан қыздарға бұрын, онда үшеуін жұмыс істейсің. Қыздар сендер екеуін. Жаңа сөздерді жазып шығыңдар. Біреуін жазыңдар. Бір-біріне көмектесіп, жұпта жұмыс істейміз. Сосын сөздерді аударғасын тексеріп жүре ме? Бірінші деңгейді қалай орындадыңдар? Сосын ары қарай кетеміз. Сөздерді аударып болғасын. Сөздерді аудардыңдар ма? Сөздерді тексерейік. Давайте слова проверим. Сосын ары қарай жұмыс істейсіңдер. Бар ма сөзді аудармасы? Қане, аудардыңдар ма? Оқы ғой. Белдемше, ремень, қалпақ, топтамалы көрсетілімі, показ мод. Жақсы. Келесі деңгейге ауысамыз. Енді сөз тіркесін құрастырыңдар. Сендерде аудармасы бар ма? Үлгеріңдер ме? Қане. Белдемше қалай аударамыз? Қалпақ, топтамалар, көрсетілі, коллекция мод. Жақсы. Келесі деңгейге ауысамыз. Сөз тіркесін құрастырамыз. Кім аяқтады? Бар ма сөз тіркесі? Болдық па? Кім оқиды? Оқыңдар. Қара белдемше,
кішкентай қалпақ, үлкен топтамалар көрсетіледі. Топтамалар көрсетілген сөз тіркесі болып тұр, уже дайын. Кішкене сөйлем сияқты болып тұр. Жарайды, ештеңе етпейді. Енді үшінші деңгейге ауысамыз. Бұл сөйлем құрастырамыз. Ала қойды. Қыздар, айтар ма? Қалпақ, гол қалпақ, оның үлкен қалпақшасы бар. Топтамалар көрсетілімі. Топтамалар көрсетілімі. Сендер уже сөйлем құрастырып салдыңдар ма? Сөз тіркесін оқыңдар. Белдемше, ремень. Сөз тіркесі қандай? Қара, белдемше болды, ары қарай. Енді біздің негізгі тақырыпқа сәл әлемі негізгі мәтінге ауысайық. Оқулықтарда 138-ші бетті ашамыз. 138. Какая страница у нас? 138. Мәтінмен жұмыс істеу үшін балалар біз топ болып жұмыс істейміз. Сондықтан бұл жаққа ауысамыз бәріміз. Оқулықтарында дәптерді алып, келіншеге ауысыңдар. Енді біз топта жұмыс істейміз. Дәптер оқулықтарында алыңдар. Мәтінмен жұмыс істемес бұрын біз мәтінмен танысайық. Бірінші мәтінді оқып шығайық, одан кейін ары қарай мәтінмен жұмыс істейміз. Кәне, кім бастайды? Вероника, бастайсың ба? Бастай ғой мәтінді. Дауысын қатты шығарып. Казахстанда Куралатин Кабелова, Берик Исмаилов, Айгуль Касымова, Аида Куменова, Камила Курбани, Майя Куандыкова және тағы басқа. Заманауи сәнгерлер киім кию үлгісін жасайды. Олар Қазақстандағы сән өнерінің дамуына зор үлес қосты. Түрлі сәндік үлгідегі киімдерді ойлап тауып халыққа ұсынды. Бұл сәнгерлердің қолынан шыққан сәнді киімдерді көбінесе сәнханада жүрген өнер адамдары киеді. Сәнгерлер өнер адамдарының сұранысы бойынша арнайы киім үлгілерін дайындайды. Қазір сәнді киімдерді тігумен айналысатын аттары елімізге танымал Сымбат, Еркенұр, Фортуна, Сара, Нұрасен, Роза, Дева сияқты сән ательерлері бар. Сымбат сән академиясы 1947 жылы тігін зертханасы болып құрылған. Қазір әлемге танымал холдингке айналды. 1972 жылы Қазақстан мамандарының сән үлгілері алғаш рет шетелге шығарылды. Шетелде сән майталмандарының сынынан өтті. 1988 жылы Сымбат сән үйі Золотая лента бар жүлдесіне ие болды. Ол Қазақстандағы Most Industries, ақш, Нью-Йорк секілді танымал компаниялары үшін аты әлемге егілі. Chicos, Vita and Black, Victoria's Secret атты сауда маркаларымен киім үлгілерінің айрықша дизайнын жасап шығарады. Компанияның топтамалары халықаралық подиумдарда жылына 2 рет көрсетіліп тұрады. Жақсы. 1987 жылы Сымбат сән театрының негізі қаланды. Сән театры көптеген шетелдік сән жарнамаларына қатысқан. Сымбат сән театры Қазақстан атынан 30-дан астам елде өз топтамаларын көрсетіп береді. Франция, Англия, Италия, Канада, Қытай Республикасы, Ресей және тағы басқа елдері танылды. Онда халқының ұлттық ерекшеліктері мен мәдениеті негізге алды. Ою-өрнектерген 100-ге жуық киім үлгісі жинақталған. Сымбат сән-журналы 1958 жылдан бастап жарық көре бастады. Бүгінгі таңда мұндай сән журналдарының саны көбейді. Олар мода, сәулелі сән, қыз-келіншекке арналған мұсылманда сән журналы. Еркенұр компаниясының жанынан 2007 жылдан бері Еркенұр атты қыз-келіншекке арналған әдеби танымдық сән журналы шығып келеді. Жақсы, балалар тақтаға назар аударыңдар. Мәтінмен таныстық. Қазірде уақыт беріп оқисыңдар өздерің. Мәтін бойынша біз ең біріншіден тірек сөздерді анықтау керекпіз. Топта жұмыс істейсіңдер, одан кейін негізгі ойды аяқтаймыз.
анықтаймыз. Дескриптірге назар аударыңдар. Қандай дескриптор арқылы мен сендерді бағалаймын. Яғни, бірінші дескриптор мәтінді түсінеді, тірек сөздерді анықтайды, мәтінде көрсетілген мәселені анықтайды. Міне осы дескрипторлар арқылы мен сендерді бағалаймын. Енді мәтінді жеке-жеке қарап шығыңдар, тағы да ішінен оқыңдар, түсінбесеңдер. Одан кейін жұмысты бастаймыз. Бірге топтасып жұмыс істейміз. Жақсы. Енді ақылдасып мәтіннен тірек сөздер табылды. Ақылдасып. Тірек сөздерді жазып алыңдар дәптерлеріне. Ақылдасамыз, сөйлесіңдер, бір-бірін бөлісіңдер ойларында, қалай ойлайсыңдар? Девочки, не стесняйтесь, обсуждайте, делитесь, разговаривайте. Hani tірек сөздерді анықтар тапсыңыз мı? Кезек-кезек оқыңдар, жарай ма? Кім бастайды? Тірек сөздерді анықтайды. Ақерге бастап ой? Заманауи сәнгерлер. Асықпа. Заманауи сәнгерлер дейді. Жақсы, келесі кім тағы оқиды? Сән өнері. Сән өнері дейді. Сән өнері дейсің бе? Дұрыс. Тағы да қандай сөздер бар? Иә, тоғы өнері. Кию үлгісі. Может? Сән ательерлері. Тағы да бар ма, Саша? Оқы ғой. Дұрыстап айта ғой. Громко скажи, понятно. Зеркало насып. Ары қарай, Лера. Сән майталманда. Сән майталмандары дейді. Аха, Керке. Дауыстарды шығарыңдар. Бас жүлдесіне. Вероника. Киім үлгісі. Киім үлгісі дейді. Сән театры. Сән театры. Сымбат. Сымбат. Сымбат не ол бізде? Қандай сөз тіркес таптың? Сымбат. Сән журналы деп айтуға болады, иә? Тағы да? Сән театрлары. Сән театрлары. Тағы да бар ма? Айтылмағандар қандай таптыңдар тағы да? Қосатындар бар ма? Сән журналы. Сән журналы дейді, жақсы. Болдық па? Жақсы. Енді ары қарай ақылдасыңдар. Енді бізге мәтіннің негізгі идеясын тауып көрейік. Мәтінде қандай мәселе көтеріледі? Соны ойлап көріңдер. Ойлаңдар. Бірге ақылдасыңдар.
Oldu bak. Kім айтады? Қазақстанның сан әлемі. Көтерілген мәселе Қазақстанның сан әлемі деп ойлайсыңдар. Жақсы. Жақсы. Тапсырмаға да сендерге. Енді біздің ережені кешіп балалар. Етістіктің қандай шақтары бар? Қандай шақтарын береміз? Қандай қойшы? Осы шақ, келер шақ, өткен шақ. Тағы қосатын бар ма? Осы шақ бізде. Осы шақ. Настоящий. Өткен шақ. Ушедший. Келер шақ. Алдағы сабақтарда біз жасалу жолын қарастырып оқығанбыз, білесіңдер шақтарды. Енді оқулықтарда тапсырма бар. 139 бетті ашамыз. 139. Какая страница? 138. 139. Ашында 7-ші тапсырма. Таптыңдар ма 7-ші тапсырманы? Тапсырмада былай дейді, етістіктерді 3 шартта жаз дейді. Яғни сендерге етістіктер берілген, сендер бұл етістіктерді 3 шартта жазып шығу керексің. Осы шарт, келер шарт, өткен шарт. Дәптерлеріне жазып шығу. Сосын тексереміз. Бірінші етістік бізде ойлап табу. Кім оқиды? Кәне, Лера, оқыма. Ойлап табу.
болды. Мгм. Мен ол болды. Бірінші естік бізде ойлап табу кім оқиды? Кәне, Лера оқыма. Ойлап табу қалай жасалады? Ойлап тауып жатыр. Келесі? Келер шақ қалай жасалады? Ойлап түбітір. Келер шақ ойлап қалай жазыңдар? Дұрыс па, Лера? Ойлап түбітір. Ойлап табады. Өткен шақ Ойлап тапты. ойлап тапты. Бұл жерде келсем. Кішкене Лера осы шағын кішкене дұрыс болмады. Қызмет ету. Вероника, оқисың ба? Қызмет ету. Қызмет етіп жатыр. Жарайды, Қызмет жақсы. етеді. Асықпа. Осы шақ қызмет етіп жатыр. Келер шақ қалай жазсын? Қызмет етеді. Қызмет етеді, дұрыс. Өткен шақ Қызмет етті. қызмет етті. Жақсы, Нұрсұлтан қарай. Құрылу. Құрылып жатыр. Аха. Келер шақ құрылмақ. Өткен шақ құрылды. Құрылды. Дұрыс. Ақерке. Жасап шығарады. Отыр. Жасып шығарады. Жасап шығарады. Келер шағын дұрыс емес. Қалай айтамыз? Жасап шығармақ. Өткен шақты қалай жазың? Өткен шақ. Жасап шығарады. Өткен шақ. Өткеп шығарды. Жасап шығарды дейміз, е? Өткізіліп тұру. Нұрсұлтан қалай жазсын? Өткізіліп тұрып жатыр. Келер шақ өткізілмек. Өткен шақ өткізілді. Өткізілді. Қатысу. Лера бар ма? Қатысу. Жоқ екен. Вероника бар ма сендер? Қатысу. Қатысып жатыр. Қатысады. Қатысты. Қатысады. Қатысты. Жинақталу. Саша неге үндемей отырсың? Бар ма, Саша? Жинақталу. Жинақталу. Қалай айтамыз? Жинақталып отыр немесе деп айтуға болады, е? Келер шақ. Бар ма? Қалай айтамыз? Балалар, көмектесеміз? Жинақталу. Келер шақ. Жинақталмақ, е? Өткен шақ? Жинақталды. Жинақталды. Көбею. Ақерке. Көбею. Көбейеді. Көбейді. Асықпа, дұрыс емес. Осы шақ көбею. Кәнеки, бірге. Көбейіп отыр деп келді. Көбейіп жатырдық немесе дұрыс. Келер шақ. Көбейеді. Көбеймек. Көбеймек. Өткен шақ көбейді. Жақсы. Бағытында жұмыс істейтіндер, бірақ кішкене Сашаға ережені қайталау керек, е? Ақерке, Лера, ереже тағы еске түсіріп қайталаймыз, жарай ма? Жақсы. Енді бізде келесі тапсырма бұл шығармашылық жұмыс. Мен сендерге балалар киім, әртүрлі киім үлгілерін әкелдім. Сендерге тапсырма белгілі бір стильді ойлап табу. Келіп, бәріміздің артқа келеміз, келіңдер. Мына жерде бірнеше киімдер жатыр. Сендер өздерінің ойланып бір стилі шығарып, сол қандай стильдің атауы қандай екенін айтасыңдар, жарай ма? Уақыт беріп сендерге. Қараңдар, қандай киімдер бар, қандай стиль ойлап табып шығаруға болады. Болды па, балалар, келіңдер қарай. Келіңдер. Ортаға келіңдер. Қандай балалар стиль ойлап тапты екен? Жақсы. Нұрсұлтан, қандай стильсің? Менде ұлттық стиль. Қазақи, ұлттық стиль, е? Жақсы. Лера? Күнделікті стиль. Көрсетсем болады, айналып. Айналып көрсетсем болады былай. Жақсы. Вероника, сен Менде классикалық стиль. Классикалық стиль. Менде қазақы ұлттық стиль. Саша? Спорттық стиль, е? Керемет. Жақсы, балалар, рахмет. Отырыңдар.
Солай отыра беріңдер. Отырыңдар. Біз ары қарай жұмыс істейміз. Ары қарай оқулықтарды 137-ші бетте екінші тапсырманы қарастырайық. Оқулықтарды ашыңдар. 137-ші бет екінші тапсырма. 137-ші бет екінші тапсырма. Мамандық иелерінің киім кию үлгісін суреттеп жаз дейді. Әртүрлі маман иелерінің суреттері берілген, иә? Әртүрлі маман иелерінің суреттері берілген, иә? Соны қазір ақылдасыңдар, сосын бірге айтамыз. Ақылдасын. Суретте қандай маманның киім үлгілері көрсетілген? Сосын бірге талқылаймыз. Обсуждайте. Болдыңдар ма? Ақылдасып? Суреттерде қандай мамандық иелерінің киім үлгісі көрсетілген? Қандай мамандықтар? Бірінші суретте қарай. Кім бірінші суретте? Қандай маман? Ең басынан бастанда. Менеджер. Қалай білесіңдер? Бірінші суретте. Шахтердің киім үлгісі, ары қарай екінші. Так, строитель қазақша қалай? Құрылысшы. Так, үшінші дәрігердің киім үлгісі жақсы. Ары қарай. Суретші, дұрыс айтасыңдар. Артист, немесе әнші деп айтамыз, иә? Механик, иә? Ары қарай. Таксист, жүргізуші, иә? Ары қарай. Ал дворник қазақша қалай? Аула жинаушы, иә? Мұғалімнің киім үлгісі. Клоун деп айтамыз, иә? Тәрбиеші немесе, иә? Балалармен отыр. Одан кейін соңғысы. Шаш, қараш, парикмахер, иә? Жақсы. Енді бүгінгі сабақты біз қорытындылайық, балалар. Сабақты қорытындылайық. Біздің мәтін бойынша сабақты қорытындылайық. Бірінші сұрақ. Еліміздің қандай заманауи сәндерін білесіңдер? Жауап береді. Еліміздің қандай заманауи сәндер бар екен?
Айгүл Қасымова. кезектеспен. Айгүл Қасымова, тағы да кім бар екен, Вероника? Аида Кулбенова. Аида Кауменова, жақсы. Камила Курбанова. Болды ма? Бәрін айтыңдар. Ерік Исмаилов бар, иә, белгілі. Майя Қуандықова. Майя Қуандықова, дұрыс айтасыңдар. Камила Курбанова. Айтты оны, жақсы. Келесі сұрақ. Қандай сән ательелер бар екен біздің елімізде? Еркенұр. Еркенұр дейді, белгілі, иә, сән ательесі тағы да. Фортуна. Кезек-мезек. Роза. Фортуна, Роза. Қалай? Сара. Сымбат. Нұрасем дейді, Сымбат. Осыны біле жүріңдер, иә? Біздің елімізде қандай сәнгерлер бар, қандай ательелер бар екен? Оны өзіміз Қазақстанда тұрамыз, сондықтан патриот болу керекпіз. Өз еліміздің майталмандарын сондай білу тиіспіз. Келесі сұрақ. Сымбат қай жылдан бастап жарық көрді? Сымбат қай жылдан бастап жарық көрді? Нұрсұлтан қолын көтеріп отыр. Нұрсұлтан? 1958 жылдан бастап. Толық жауап. Толық жауап берші. Сымбат академиясы 1947 жылы Тәбін зертханасы болып. Жақсы балалар. Осымен сабағымыз біздің аяқталды. Ал бала жақсы. Ендеше үй жұмысын жазып алайық. Үй жұмысы. Үй жұмысы. Жаңа сөздерді жаттау. Жаңа сөздерді жаттау. Оқулықтарда 9-шы тапсырма. 9-шы тапсырма мәтін бойынша орындайсыңдар үй жұмысын. 9-шы тапсырманы. 9-шы тапсырма жасалыңдар ма? Ал енді қанша ұпай жинадыңдар? Қанша кигіз үй бар күнде санай қалды? Бағалайсыңдар. Так, Нұрсұлтан, сен неше кигіз үй жинадың? 3. 3. Лера, сенде неше? 2. Сенде 4. Саша, сенде қанша? 3. Вероника? 5. Жақсы. Бүгін мен ашық сабақ болғаннан кейін ешкімді ренжітпей, бәріне 4 қойын, иә? Келесі жолы одан да жақсы жұмыс істейсіңдер деп ойлаймын. Енді бүгінгі тақырып бізде сән әлемі. Мен тілерім сендерге болашақта мүмкін сендердің араларынан бір сәнгер шығару мүмкін, иә? Сәнгер. Араларында сурет салатын бала бар ма? Кім жақсы сурет салады? Кто любит рисовать у вас? Есть среди вас учащиеся? Жақсы. Мүмкін, иә, болашақта сәнгер болады, иә? Осымен сабағымызды аяқтайық, балалар. Рахмет.